Дененің қатты қышуы қандай аурулардың белгілері? Одан төнетін қауіп қандай? Қышуды қалай басамыз? Ассалаумағалейкум қымбатты көрермен. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Бұл видеода қышудың себебі мен салдары туралы айтатын боламыз. Арнаға жазылып, видеоны достарыңызға, туыстарыңызға таратыңыз. Кей жағдайларда біз байқамай немесе саналы түрде желкемізді, қолымызбен аяғымызды, маңдайымызды қасынып жатамыз. Қышыма, тері ауру болса түсінікті жағдай. Ал дені сау адамның дене мүшелерінің қышуына не себеп? Дәрігерлер бұны адамның жүйке жүйесімен байланыстырады. Ағзамызда бірнеше түрлі жүйке талшықтары болады екен. Олардың кейбірі дененің ауырсынуы мен қақсауына жауап береді. Талшықтардың тітіркенуі дененің қышуына әсер етеді. Дененің еш себепсіз қышуы түрлі себептердің әсерінен болуы мүмкін. Дәрі ішкен кезде, денеңіздегі қандай да бір ауруға қарсы дәрі ішіп жүрсеңіз, олар ағзаға кері әсерін беруі мүмкін. Бұның себебінен дене қышып, бөртіп, маза бермейді. Гипертония, жүрек соғысының қалыпқа келтіретін, ағзадағы холестерин деңгейін реттейтін дәріні артық мөлшерден тыс қолдану кезінде болуы мүмкін. Жүктілік кезінде, ғалымдардың айтуынша, әрбір 10 жүкті әйелдің 1-2-інде дене қышуы болады. Өйткені жүктілік кезінде болатын токсикоз өзгеріп, қышу арқылы беріледі. Жүрек айну, құсу болмағанымен дененің қышуы болуы мүмкін. Қант диабеті басталар кезде, денеңіз ешқандай себепсіз қышыған жағдайда тексеруден өтіп, қаныңыздағы қанттың мөлшерін анықтау керек. Бұл дегеніміз қант диабетінің қауіпті белгісі. Бауыр ауырғанда дене қышиды. Гепатит және циррозға шалдыққанда дене өз-өзімен қышып, жағдай қиындайды. Қышуға өт қышқылының шамадан тыс көбеюі себеп болады. Соның салдарынан теріңіз өзімен-өзі қышып бастайды. Бүйрек ауырған кезде, егер бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, эпидермисте азотты қосылыстар түзіледі. Ол терімен сыртқа шығуы керек. Егер адам терлемесе, денеде қалып қойып, теріні қышытады. Сондықтан бауыр мен бүйректі емдеген кезде сапалы медициналық толық ем алу керек. Дененің үздіксіз қышуы сирек кездесетін онкологиялық аурулардың белгісі болуы мүмкін. Қан тамырлары жүйесі мен ұйқы безі қатерлі ісігінде дене қышып белгі береді. Темір тапшылығы кезінде, адам ағзасында темір азайып, дене қажетті мөлшерде оттегі мен эритроциттер тасымалдайтын гемоглобин өндіре алмайды. Соның әсерінен қан азайып, анемия пайда болады. Анемия кезінде тері қышып, дене бозарады. Қалқанша бездің жұмысы өзгерсе, денеде зат алмасу процесі нашарлайды. Зат алмасу процесі нашарласа, ағзамыздың жұмысы баяулайды. Осы кезде дене құрғап, қыши бастайды. Тері іспей, бөртпелер шықпай, өздігінен тері астында бірдеңе жыбырлайтындай болса, сізге дереу жүйке жүйеңізді тексеруден өткізу керек. Жүйкеңіз шаршап, сыр бере бастағанда, денеде өзгерістер пайда болады. Теміреткі, склероз, инсульт, ми мен жұлын ісік ауруларының басты белгілері болуы мүмкін. Қышу ұзақ басылмай мазаңызды алса, одан үй жағдайында қалай құтыламыз? Ең алдымен арнамызды көп адам тіркелмей көреді екен. Каналдың дамуына үлесіңізді қосып, тез арада каналға тіркеліңіз. Сізге ақпарат пайдалы болса, туыстарыңызға, достарыңызға таратыңыз. Терінің қышуына қарсы дәрі, суық, мұз тері тесіктерін тарылтады. Қышыған жердің қан айналымын баяулатып, эпидермистен бөлініп, қышу тудыратын зат шығарылуын тоқтатады. Мұз таппасаңыз, мұздай сумен жууға болады. Денеңіз қышып немесе күйдіріп алсаңыз, сода көмектесе алады. Кәдімгі ас содасы. Ваннаға су толтырып, 1 стакан соданы қосамыз. Араластырып, суға түсеміз. 30 минут жатқаннан кейін сүртінбей бөлмеде жүру керек. Дене демалу үшін. Сода тәніңізді босаңсытады. Жеңіл болып қышу басылады. Немесе қышыған жерді сумен ас содасын араластырып сүртуге болады. Сұлы майы арқылы қышудан құтылуға болады. Ол үшін 1 ас қасық сұлы майын 1 стакан суға араластырып, бет, қол, аяқ терісі аймағына қышыған жерге жағады. 10 минут өткен соң сумен шайып тасталынады.
Егер бас терісінде қышу пайда болса, онда шаш терісіне сұлы майының пастасын жағыңыз. 10 минуттан кейін шайып тастаңыз. Ара балы терінің қышуын тыныштандырады. Бал ежелден бері қышыну, қабыну, терінің құрғап қалу кезінде қолданылатын табиғи антибиотик екені белгілі. Оны қышыған жерге жағу қышуды басады. Денеңіздегі қышу мен бөртпелерден мәңгіге құтылу үшін гистамин өндіруді тоқтататын кремдерді қолданыңыз. Сонымен қатар киіміңіз жайсыз немесе аллергия тудыруы мүмкін тағам жесеңіз, онда алаңдауға ешқандай негіз болмайды. Егер дене еш себепсіз қышыған жағдайда қауіпті болуы мүмкін. Тез арада дәрігерге қаралып ем алғаныңыз дұрыс. Денсаулықты сақтау әр адамның парызы екенін ұмытпайық. Сіздің денсаулығыңыз сізге берілген аманат. Сіздермен бірге Шипагер арнасы каналға тіркеліп қолдау көрсетіңіз. Келесі видеоларды жіберіп алмаңыз.